Бәріне сәлем. Теміртау мәдениет ескерткіштерінің үшіншісі бұл Ұлы Отан соғысында қаза тапқан теміртаулық жауынгерлердің ескерткіші, яғни Гагарин алаңында орнатылған. Бұл ескерткіш негізгі атауы осындай. Теміртаулықтардың көбісі дәл осы жерді белгісіз жауынгерге ескерткіш деп көбіне қателеседі. 1961 жылы сол кездегі орталық алаңға бірінші ғарышкер Юрий Гагарин есімі берілгені туралы бәрі біле бермейді. Үлкен бос алаңға ғарышкердің ескерткіші қойылуы туралы жоспар болған. Не себептен екені белгісіз, алайда бұл жоспарланған ескерткіш қойылмады. Дегенмен, Ұлы Отан соғысындағы жеңіске 30 жыл толу қарсаңында 74 жылы сол кезеңдегі қайтыс болған теміртаулық жауынгерлерге арналған ескерткіш орнатылады. Ескерткіш авторы Армения халық суретшісі, мүсінші Сурен Назарян. Автордың идеясы бойынша бұл қасіретті бейнелейтін ескерткіш. Ақтас пилон өніндегі тұрған қара мүсін осы идеяны ерекше жеткізеді. Жауынгердің мүсіні жез табағынан жасалған. Оның биіктігі 10,5 метр. Ескерткіштің салтанатты ашылуы 74 жылдың сәуірінде өтті. Бірнеше жылдан кейін ескерткіштің етегінде Ұлы Отан соғысында қайтыс болған және де интернационалдық парызын өтеу кезінде қаза болған теміртаулық жауынгерлердің есімі бар мемориалдық тастар орнатылды. 2000 жылы Қарағанды облысының әкімшілігінің шешімі бойынша дәл осы ескерткіш монументалдық өнер ескерткіші деп табылып, мемлекеттік қорғауға алынады.